Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге сұлы жармасынан жасалатын осындай котлеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Дайындап алған 200 грамм жармамызды салып, оның үстінен 200 грамм су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз, себебі жармамыз кішкене жұмсаруы керек. Тазалап алған картоп пен пиязымды ет тартқыштан өткізіп алдым. Ет тартқыштан өткізген картоп пен пиязымыз дайын болды. Енді қалауыңызша тұз, бұрыш қоссаңыз болады. Жаңағы бұқтырып қойған жармамызды картоп пен пиязға салып, кейін жұмыртқаның сарысын саламыз. Бұны да жақсылап араластырып, дайын болған қоспамыздан котлет жасаймыз. Кішкене қолымызды сулап, осылай дөңгелектеп шығамыз. Табаға орташа май құйып, қызыған соң жаңағы дайындап алған котлеттерімізді екі жағын қызартып қуырып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Өте қарапайым әрі қолжетімді заттардан жасалады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Егер де видеода түсінбеген жеріңіз болса, осы видеоның астында комментарийге жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз, алдағы уақытта көптеген видеолар салып отырамын. Тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда менің видеоларымды міндетті түрде бірінші болып көретін боласыз.